Қайырлы күн қыздар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен палау тағамын жасаймыз. Өзімнің әдісімен бөлісетін боламын. Мұнда күріші шашыраңқы әрі қып-қызылып, әдемі дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге керекті ингредиенттеріміз әрине пияз, сәбіз және мен қой еті мен жылқы етін араластырып жасаймын. Алдымен пиязымызды турап аламыз. Пиязы неғұрлым көп болған сайын дәмі де ерекше болып шығады. Осылай жұқа етіп турап аламыз. Енді сәбіздерді турап бастаймыз. Сәбіздің дәл ортасынан бөліп, осылай жұқа етіп алдымен кесіп алып, содан кейін ұзынша етіп тураймыз. Сәбізді тым ірі немесе тым жіңішке жұқа етіп турауға болмайды. Орташа қылып тураймыз. Сол кезде палауға піскен кезде күріштің арасында әдемі болып көрініп тұрады. Енді табамызға, қазанымызға май құйып, ол қызғаннан кейін ғана пиязды салып, бетін жауып, 5 минут қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей пиязымыз әдемі болып қуырылып шықты. Енді етті жақсылап жуып алып, осы пияздың үстінен екі жағын қызартып тұрып қуырып аламыз. Пен пиязды қуырып жатқан сәтте үстінен керекті мөлшердегі тұз, палауға арналған приправа және зира қоссаңыздар болады. Менің етім тұздалған, сондықтан әзірге тұз салмаймын. Мінекей 5-10 минуттай жақсылап қуырып қызартып алдым. Үстінен сәбізді, туралған сәбізді салдым. Тағы да бетін жауып 5-10 минут қуырамыз. Неғұрлым көбірек қуырған сайын, соғұрлым палаудың түсі әдемі қызғылтым түске еніп, дәмі де күшті болады. Осы қуырған сәтте астын жайға басып қоямыз. Және де әбден қуырып болған соң үстінен керекті мөлшерде суды құямыз. Біздің құйған суымыз етті түгелдей бетін жауып тұратындай болу керек. Содан кейін астын жай басып, жай отта қайнатамыз. Мінекей осылай жай қайнап жатыр. Осы қайнаған уақытта күрішімізді мен 2,5 пиала күріш қолдандым. Осы күрішті алдымен жақсылап 4-5 реттен ағарғанша жуып аламыз. Мен камалина күрішін пайдаландым. Өздеріңізге ұнайтын кез келген палауға арналған күрішті қолдансаңыздар болады. Мінекей осылай суы әбден ағарғанша жақсылап жуып қойып қоямыз. Етіміз 2-2,5 сағат қайнап пісті. Енді үстінен жаңағы күрішті саламыз. Одан кейін керекті мөлшерде су құямыз. Күрішке суды құйғанда күріштің бетін түгелдей су жауып, және 1-2 см асып тұрса, күрішіміз балбырап әдемі болып піседі. Және мен осылай су құйғаннан кейін кішкене тұзын көремін. Жетпесе кішкене тұз салып, жеткілікті мөлшерде 1 қасықтай салдым. Және бетін жабамында астын барынша шығарамын, газдың астын. Және осылай суы сәл тартылғаннан кейін 10 минуттан кейін астын жай басып, ешқандай да қозғамай, астын жайға басып, тағы да 5-10 минут қайнатамын. Осымен күрішіміз дайын болады. Палауымыз өте шашыраңқы болып, әдемі дәмді болып пісті. Ешқандай томат пастасын салмай-ақ, қып-қызыл болып әдемі болып шығады. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Еш өкінбейсіздер. Егер де менің видеоларым ұнаған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдырып, подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Алда әлі де көптеген ыстық тағамдардың, пирогтардың және де сусындардың рецепттері шығатын болады. Ал ас болсын.